Ассалаумағалейкум. 12 күндік соғыс деген театрлық қойылым қалай тез басталса, солай тез аяқталды. Бұл бастан аяқ сценарий бойынша ұйымдастырылған спектакль болды. Неге мен бұл соғыс спектакль деп отырмын? Өйткені соған меңзейтін біраз жайттар бар. Бұл соғыста біраз түсініксіз қимылдар болды. Оның бәрін көргенде ойға заңды сұрақтар келеді. Бірақ ешкім ол сұрақтарға қанағаттанарлық жауап беріп жатқан жоқ. Тіпті ол сұрақтарды ешкім қойып та жатқан жоқ. Ал біз сіздермен осы видеода сол сұрақтарды талқылаймыз және олардан бір қорытынды шығарамыз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып қойыңыздар. Жалпы бұл соғыс мүлдем болмау керек еді. Оның басталуына ешқандай негіз болған жоқ. Ол күтпеген жерден ешбір себепсіз басталып кетті де, күтпеген жерден тез аяқталды. Неге бұл соғыс болмау керек еді? Өйткені біріншіден ақш пен Иран арасында келіссөздер жүріп жатты және олар сәтті өтіп жатты. Дональд Трамп билікке келген күннен бастап Иран мен ақштың арасында дипломатиялық қарым-қатынас орнатқысы келді. Екі елді татуластырғысы келді. Бұл бағытта ол біраз әрекет етті. Ол көктемнен бастап Иранмен екі жақты келіссөздер жүргізді, оның 5 раундын сәтті өткізді және 6-шы раундты олар 15 маусымға жоспарлап қойған. Және Трамптың өзі айтқандай, олар бітімге келуге өте жақын болған. Бірақ 2 күн қалған кезде Израиль кенеттен Иранға шабуыл жасады. Кейін артынан ақш та оған қосылды. Мұнда ешқандай логика жоқ. Ол бір. Екіншіден, Иран мен Израиль екеуінің арасында қандай өшпенділік болса да, бір-біріне жау емес. Неге дейсіздер ғой? Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Осыған дейін талай жыл бойы Иран мен Израиль бір-бірін жек көрді. Екеуінің арасында үлкен өшпенділік болды. Олар бір-біріне қанша айбат шекті, бірақ бірде-бір рет соғысқан жоқ. Ал Израиль сияқты соғыс құмар ел үшін ол нонсенс. Израиль ешқашан тыныш жатпайды. Ол өзінің небәрі 80 жылдай тарихында маңайындағы көршілердің бәріне тиісіп шықты. Оның ішінде Палестина бар, Ливан, Иордания, Шам, Ирақ, Мысыр, Либия, Судан, Тунис, тіпті алыстағы Угандаға дейін олар шабуыл жасаған. Сөйте тұра бәрінен жек көретін Иранға тиіспеген. Осының өзі үлкен күдік тудырады. Тек 2024 жылы ғана екі елдің арасында кішігірім қақтығыстар болды. Алдымен сәуір айында Израиль Иранның Шамдағы елшілігін жарып жіберді. Кейін артынан Иран оларға оқ атты. Бірақ Израильдің темір күмбез деп аталатын қорғаныс жүйесі ол шабуылға тойтарыс берді. Содан кейін екеуі тына қалды. Күзде бұл оқиға тағы да қайталанды. Екі елдің арасында кішігірім атыс болды, бірақ ол ешқандай нәтиже бермеді. Содан кейін тағы да тыныштық орнады. Соның бәрін көргенде бір нәрсе түсінікті болды. Оның бәрі жай ғана спектакль. Иран мен Израиль бір-біріне жау емес. Ал олардың арасындағы өшпенділік ол жай ғана көзбояушылық. Олай болса, неге олар ақыр соңында бәрібір соғысты? Өйткені біріншіден бұл шын соғыс емес. Израиль Иранға әскер кіргізген жоқ. Тек алыстан зымыран атты. Бұл толыққанды соғыс емес. Ол бір. Екіншіден, бұл соғыс оны ұйымдастырған адамдарға өте қажет болды. Не үшін қажет болды? Оны мен Құдай қаласа бөлек видеода түсіндіріп беремін. Үшіншіден, саяси сахнада үлкен өзгеріс болды. Сахнаға Дональд Трамп шықты. Бұл соғыс мейлі ол шын бола ма, өтірік бола ма, бірақ оны ұйымдастыру үшін үлкен батылдық қажет. Ал ондай батылдық тек бір адамда ғана бар. Ол Трамп. Егер Трамптың орнында басқа бір президент болса, ол ешқашан ондай қадамға бара алмас еді. Тек Трампта ғана осындай спектакльді ұйымдастыратын батылдық бар. Тек ол ғана соны жүзеге асыра алады. Осы фактілердің бәрі бұл соғыстың басталуына қолайлы жағдай жасады. Ал жалпы бұл соғыс өзі неден басталды? Израиль Иранға ядролық қару жасап жатыр деп айып тақты. Бірақ Израильдің үйтіп айтқанына 30 жылдан асты. Ең алғаш рет 1992 жылы Бенджамин Нетаньяху Иран ядролық қару дайындап жатыр деп айтты. Содан бері 33 жыл бойы ол бұл сөзді қайталап келді. Міне бүгін ертең дайын болады, бүгін ертең олар бізге шабуыл жасайды. Бірақ 33 жыл өтсе де ол қару әлі жоқ, олар әлі шабуыл жасаған жоқ. Демек бұл сөздің бәрі өтірік. Олар бұл мақсаттарына жетуге өте жақын. Оларға бірінші бомбаны жасауға қажетті мөлшерде байытылған уран алуға бірнеше ай, мүмкін тіпті бірнеше апта қалған шығар. Әлемдік терроризмнің демеушісіне бір арсенал ядролық қару жасауға қажетті байытылған уран алуға бірнеше апта қалды. Исламдық террор режиміне тұтастай бір арсенал ядролық қару дайындауға қажетті бөлінетін материал алуға бірнеше апта қалды. Иранды тоқтатпасақ, олар ядролық қаруды қысқа мерзімде дайындайды. Ол 1 жыл немесе одан да аз, бірнеше ай. Оның үстіне биыл наурыз айында ақштың барлау қызметінің басшысы Тулси Габбард Иранға ядролық қару дайындау үшін кемінде бірнеше айдан бірнеше жылға дейін уақыт қажет деп айтты. Барлау қауымдастығы Иран ядролық қару жасамайтынын және олардың басшысы Хомейни 2003 жылдан бері оған рұқсат алмайтынын қадағалап отыр. Және оның бұл сөздерін халықаралық атом энергетикасы агенттігі де растап отыр. Бізде ядролық қару бағытында жүйелі түрде бір талпыныс бар екеніне ешқандай дәлел жоқ. Осының бәрі қазіргі уақытта Иранда ешқандай ядролық қару жоқ екенін білдіреді. Бірақ соған қарамастан бәрібір Израиль осы сылтауды алға тартып Иранға шабуыл жасады.
және ақш артынан оған қосылды. Жалпы ақш пен Израильдің Иран ядролық қару жасап бізге қауіп төндіреді деп айтқанның өзі күлкілі. Өздеріңіз ойлаңыздаршы, соңғы 100 жылда Иран қай елге шабуыл жасады? Ешбір. Ал Израиль туралы мен жаңа айтып өттім. Өзінің небәрі 80 жылдай тарихында Израиль 10 мемлекетке шабуыл жасаған. Ал ақш туралы айтсақ, екінші дүниежүзілік соғыстан бері олар бүкіл әлемді қанға бояған. Әрбір континентте ақш әскерінің ізі бар. Мысалы, Латын Америкасында ол Куба, Панама, Доминика республикасы, Шығыс Еуропада ол Босния, Сербия, Африкада ол Сомали, Либия, Судан, Таяу Шығыста ол Йемен, Шам, Ирақ және оған көршілес Ауғанстан мен Пәкістан, Шығыс Азияда ол Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Корея, Жапония, тағы да айта берсе кете береді. Бұл толық тізім емес. Оның үстіне ақшта ядролық қару бар. Израильде де ол бар. Бірақ олар оны мойындамайды. Бүкіл әлем Израильде ядролық қару бар екенін біледі, бірақ ресми түрде оны ешкім мойындамайды. Осыған қатысты саясатта бір әзіл бар. Израильде ядролық қару жоқ, бірақ керек болса олар оны қолданады. Осылай ядролық қару бар, бүкіл әлемді қақсатқан екі агрессор, ядролық қару жоқ, ешкімге тиіспей тыныш жатқан елге шабуыл жасады. 13 маусымда Израиль Иранға шабуыл жасады, және ол шабуылды олар Operation Rising Lion, яғни көтерілген немесе күшейген арыстан операциясы деп атады. Бұл операцияда Израиль Иранның ядролық нысандарына соққы жасады, бірақ ол соққылар ешқандай нәтиже бермеді, өйткені ол лабораториялар жер астында терең орналасқан. Және одан басқа Израиль Иранның 20-ға жуық әскери командирін өлтірді және 10 шақты ғалымын өлтірді. Бұл операцияда олар аса дәл қару қолданды. Содан кейін бүкіл әлем алдында мақтанып, біз керек кезде өзіміз қалаған адамды өлтіре аламыз, маңайындағы ешкімге зақым келтірмей, бір үйді жоймай, сол адам жатқан бөлмеге ғана бомба тастап, сол адамды ғана өлтіре аламыз деп бүкіл әлем алдында мақтанды. Бірақ осыған дейін 1,5 жыл бойы олар Ғазада тұрғын үйлерді қиратқанда, мектептерді, университеттерді, ауруханаларды, перзентханаларды, мешіттерді, шіркеулерді күл талқан еткен кезде бір сылтау айтып келді. Ол жерде Хамас жауынгерлері тығылып жатыр. Оларда сондай кезде қолданатын арнайы дәл қару бар, бірақ олар оны қолданбай, қасақана сол ғимараттардың бәрін қиратқан, бейбіт тұрғындарды өлтірген, Ғазаның бәрін жермен жексен еткен. Сөйте тұра, оларда оның бәрін істемей, қалаған адамдарды өлтіретін дәл қару бар. Бұл нағыз екіжүзділік. Израильдің бұл шабуылынан кейін Иран оларға да қарымта шабуыл жасады, оларға зымыран атты, бірақ темір күмбез сол шабуылдың бәріне тойтарыс берді. Солай екі елдің арасында атыс басталып кетті. Басында Иранның зымырандарын нысанаға жете алмады. Содан кейін олар ең заманауи қару қолдана бастады. Оның ішінде гипердыбыстық зымырандар бар, траекториясы күрделі зымырандар бар. Соны қолданған кезде олар темір күмбездің қорғанысын бұзып, нысанаға жете бастады. Сол кезде Израильдің қалалары қирай бастады. Соны көріп бүкіл әлем қуанды. Бүкіл әлем Иранға қошемет айтып, оған алғысын жаудырды. Бүкіл әлем Израильдің қалалары қирап жатқан көрген кезде кәдімгідей қуанды. Соны тамсанып бәрі тамашалап отырды. Тіпті кейбір адамдар соған қатысты ән шығарып жатыр. Бум-бум Тель-Авив деген сияқты. Әрине оның бәрі дұрыс емес, ондай нәрсеге қуануға болмайды. Бірақ мен ол адамдарды айыптай алмаймын. Израиль өз басына сол бәлені тілеп алды. Олардың обалы жоқ. Осылай екі елдің арасында бірнеше күн бойы атыс болды. Басында оған ешкім араласпады. ақш бәрін сырттан бақылап отырды. Біздің мұнда ешқандай қатысымыз жоқ деп айтты, бірақ оның бәрі әрине өтірік. Содан кейін ақш президенті Иранға шарт қойды. Егер 2 аптада сендер тоқтамасаңдар, біз іске араласамыз деді. Бірақ 2 апта өтпей тұрып, 2 күн өткенде түн ішінде тұтқиылдан ешқандай ескертусіз олар Иранға шабуыл жасады. Иранның 3 ядролық нысанына жер астында терең орналасқан бункерлерді жаруға арналған арнайы бункер бастар деген бомбаларды тастады және теңізден сүңгуір қайықтардан тамахак зымырандарын атты. Бірақ бір қызығы, Иран ол шабуылдың болатынын алдын ала білді. Олар сол соққының алдында лабораториядағы уранның бәрін сыртқа шығарып, жүк машиналарға тиеп басқа жаққа алып кетті. Сонда Иран оның бәрін қайдан білді? Демек, оларды біреу ескертті. Демек, оның бәрі алдын ала келісілген. Бірақ соған қарамастан ертеңінде Дональд Трамп шықты да, біз мақсатымызға жеттік, біз Иранның ядролық бағдарламасын жойдық, енді олардан ешқандай қауіп жоқ, біз жеңіске жеттік деп бүкіл әлем алдында мақтанды. Содан кейін оған журналистер, сендер ештеңе жарған жоқсыңдар, Иран уранның бәрі шығарып үлгерді деп айтқан кезде, оның бәрі фейк жаңалық, оған сенбеңдер, біз жеңіске жеттік деп оны мойындамады. Яғни бұл соққының мақсаты ядролық нысандарды жою емес, оның мақсаты жай ғана көз бояушылық болды. Содан кейін Иранда қарап қалған жоқ, олар ақш-қа жауап қайтарды. ақш-тың 2 әскери базасына олар соққы жасады, біреу Иракта, біреу Қатарда. ақш-тың қорғаныс жүйесі ол соққыларға тойтарыс берді, бірақ кейбір зымырандар нысанаға тиіп, сол базаларға біраз зақым келтірді. Бірақ соған қарамастан ақш тарапынан ешқандай жауап болған жоқ. Бұл ең қызығы. Егер бұл шын соғыс болса, Иран ақш-тың 2 әскери базасына шабуыл жасаса, онда Дональд Трамптың
жұлқынған мінезін біле тұра, егер бұл шын соғыс болса, Трамп бұрқан талқан болып Иранның тас талқанын шығаратын еді. Бірақ ол ештеңе істеген жоқ. Керісінше, ол ертеңінде шығып Иранға алғысын айтты. Сендер бізге ескерту жасадыңдар, біз адамдарымыздың бәрін шығарып үлгердік, бірде-бір америкалық қаза тапқан жоқ деп, керісінше Иранға алғысын айтты. Содан кейін ертеңінде ол соғысты тоқтатып тастады. Біз атысты тоқтатуға келістік, бұл соғыс тоқтады, біз жеңіске жеттік деп бүкіл әлемге паш етті. Бірақ бір сағат өтпей тұрып, артынан Израиль тағы да Иранға шабуыл жасады және оңдырмай оларға бомба тастады. Иран Израильге әрине жауап берді. Соның бәрін көргенде Трамп қатты ашуланды. Неге ол ашуланды? Өйткені Израиль келісімді бұзды. Израильдің бұл соққысы ойынның бәрін бұзып жібере жаздады. Сондықтан Трамп қатты ашуланды. Өйткені оның бәрі жоспардан тыс әрекет болды. Осының бәрі бұл соғыстың кәдімгі театрлық қойылым, спектакль екенін дәлелдейді. Ал енді, егер бұл шын соғыс болмаса, егер ол спектакль болса, ол кімге қажет болды? Кім оны ұйымдастырды және не үшін, оның мақсаты қандай? Ал бұл келесі видеоның тақырыбы. Егер бұл сұрақтарға жауап алғыларыңыз келсе, келесі видеоны күтіңіздер, арнаға жазылып қойыңыздар, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.